Сәлем қыз-келіншектер. Бүгін сіздермен осындай өте дәмді, жұмсақ, тіл үйіріп тұратын шелпектің осындай түрін жасаймыз. Қараңыздар, қандай жұмсақ, дәмі өте ерекше. Ал менімен бірге болыңыздар, бастаймыз. Және де маған лайк, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар. Кеттік! Алдымен жылы сүтімізді дайындап аламыз, 300-400 граммдай, және де 500-600 грамм ұн саласызда, үстіне 2 үлкен қасық қант, және де тұз, және де сары майыңызды қосасыздар. Ал соданы жаңағы уксуспен араластырып, содан кейін бірақ қосаңыздар болады. Әйтпесе дәмі шығып кететін болады соданың. Сондықтан тек қана уксуспен жасау керек. Өстіп асықпай, жақсылап тұрып елеп алыңыздар, әбден барлық жері тиетіндей, ішінде ұндары қалып қоймасын. Нанымызды асықпай, жайлап, жақсылап тұрып елеп алыңыздар. Өте жұмсақ болмасын, не қатты болмасын. Орташа сападағы нанымыз болу керек. Дайын қамырымызды жарты сағатқа қойып қоясыздар. Содан кейін бірнеше бөлікке бөліп, домалатып, әдемілеп жайып шығыңыздар. Жайған қамырымыз қалың болып кетпесін, өте жұқа қылып жайыңыздар. Сонда шелпегіміз тез пісетін болады. Әр жұма сайын осы рецепт бойынша отбасыма жасап беремін. Және де сіздер балаларыңызды осы рецептпен қуантсаңыздар болады. Өте дәмді шығады. Әсіресе үлкен ата-әжелерімізге осындай жұмсақ шелпек ұнайды. Сондықтан жасап көріңіздер, өкінбейсіздер. Алдымен сұйық майыңызды жақсылап тұрып ысытып аласыздар. Содан кейін шелпегімізді екі жағынан 4-5 секундтан пісіріп аласыздар. Қызартып көп ұстамаңыздар. Көп ұстасаңыздар шелпектеріңіз қатты болып қалады. Сондықтан 4-5 секундтан ғана ұстаңыздар. Ортасы піседі, уайымдамаңыздар. Өйткені сіздер шелпекті жұқалап жайдыңыздар. Майыңыз суып кетсе, тағы да ысытып аласыздар. Мінекей қыздар, әдемі шелпектеріміз дайын болды. Рахмет сіздерге, көргендеріңізге, жасап көріңіздер обязательно. Және де лайк, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар. Сау болыңыздар.